Сіздерге сәл кішкене үйімізді сыртын көрсетіп жіберейінші деп қояйын ба. Мына біздің есік алдымыз. Қараңыздар, ойын площадкалар. Мен қараған кезде балдарымызды шақыра қоямыз. Мына жақта бөлек парковкалар бар. Мына осы домның астында өзінің бөлек парковкасы бар. ЖК Сабыр деп аталады. Осы 35-ші микрорайондағы ең крутой дом осы Сабыр. Осы Сабырдан бұйырған үйімізді алдық. 156 квадрат метр, 4 бөлмелі, 2 спальня, холлы, залы, кухнясы барлығы да бар. Бітіп қалды. Қазір енді бір уақытша шаруалар қалды. Сол шаруалармен жүрміз. Енді қараңыздар, барлығы да еңбекпен келеді. Қалай жұмыс жасаңыз, солай нәтиже көресіз. Сондықтан біз жастайымызда жұмыс жасадық, жолдасымыздың екеуміз. Қазіргі таңда сол жолдасымның арқасында, ол кісінің жатпай тұрмай осы отбасын асырауының арқасында үйлі болып жатырмыз. Аллаға шүкір. Оның барлығы біздің екеумізге байланысты. Жастай мысалы жұмыс жасамай, болмаса анда-мында жүрген болсақ, біз мұндай нәрсеге қол жеткізбес едік. Енді біздің мақсатымыз өте көп. Оның барлығын алдағы уақытта орындай жатамыз. Осы 2023-те планымыз бар, өте көп дейтін. Қараңыздар, қазір барлық адамға онлайн мүмкіндік беріп тұр да, сол онлайн мүмкіндікті сіздер де қолданыңыздар. Сіздерді өзімнің командама шақырамын. Кім кәдімгі реально жұмыс жасап, мен үкіметтің жұмысын жасағым келмейді, мен бастықтың жаңа қол астында жүргім келмейді, болмаса мен ұйқымды қимаймын, таңертеңгісін тұруға, өзім бастық болғым келеді деген мықты жандар болса, келіңіздер. Маған мықты лидерлер керек та, прям кәдімгідей жұмыс жасай, маған доход керек дейтін лидерлер керек. Сондай лидер болсаңыз, егер өзіңіз сондайға лайықтымын деп өзіңізді санасаңыз, маған жазыңыз. Сізге де үйде отырып, онлайн бір телефонның көмегімен табыс табуды көрсетіп үйрететін боламын. Сондықтан баршамызға сәттілік. Осы 2023 жылы жақсы жаңалықтармен басталып жатыр ғой. Мықты пландарымызға жетейік, армандарымыз орындалсын. Ең бастысы, біз ата-анамызға көрсете алмаған құрметтің барлығын осы онлайн сетевойдың арқасында көрсетейік. Мейлі зубной бола ма, зубнойға апарайық, мейлі көзге окулист керек па, окулистіне апарайық, ең мықты жерлеріне, санаторий керек па, санаторийға апарайық, шетел керек па, шетелге апарайық. Одан қалды балдарымызға барлық өздері армандаған елінен үй алып тастайық. Оның барлығы мүмкін, тек просто әрекет ету керекпіз да. Ал ондай нәрсеге бір зарплатпен жете алмаймыз. Бір зарплат себебі біздің ішіп жеуіміз, кредитіміз, ипотекамыз содан кетеді. Ал онлайн қосымша жұмыс жасайтын болсаңыздар, сіз сол нәрсеге жетуге өзіңізге жол ашасыз. Ең бастысы, жатпай тұрмай жұмыс жасауларыңыз керек та. Жатпай тұрмай жұмыс жасауларыңыз керек. Өте оңай, жұмыс істейтін өте оңай. Осы телефонда отырып басқа адамдарға ақпарат бересіз, и все. Яғни сол үшін сіз өзіңіздің деңгейіңізге қарата звание бағындырып зарплата аласыз компанияда. Маркетинг план өте жеңіл. 500 балмен ешқандай жерде ешқандай маркетинг планда жоқ. 500 балмен сіз директор боласыз. Директор болып үлкен доходқа қол жеткізесіз. Сондықтан сізге айтқым келеді. Қараңыз, мен де қарапайым анам, бір жерден суырып алып түскен ештеңем жоқ. Мен еңбектендім, еңбектің нәтижесі міне осы. Сізге де бұйырсын, сіз де осындай нәтижеге жетіңіз дегім келеді. Сондықтан бүгін 50 балыңызды обязательно салыңыз, сосын сізге жол ашылады. Себебі әрбір келген 50 бал салушылардың барлығын сізге беретін болады. Әрине сізге. Сондықтан мұқият тыңдадыңыз ғой. Мұқият осы бизнесті қолға алыңыз дегім келеді. Ақшам жоқ, анауым жоқ, мынауым жоқ, ол бәрінде болатын сылтау. 40 сылтау керек емес. Табыс керек па, ақша керек па, денсаулық керек па? Давай, подключайся.